Мен нөмірі 29 балауса бөбекжайының педагог-психологы Жалмуханова Ақмарал Қалыбекқызы. Бөбекжайымызда 200-ден астам бала тәрбиеленуде. Барлығы 11 топ, оның ішінде 9-ы жалпы, 2-і арнайы топ. Адам жан түсіне білу, оны зерттей білу үлкен өнер, дейді Зигмунд Фрейд. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла, деп ұлы Абай атамыз айтқандай, әрбір тұлға жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін аша білу, әрбір жүректің құпия сырын оқи білу, мен қалаған мамандықтың ғажайып тылсым сыры. Менің педагогикалық мақсатым білім ордасында жағымды климат қалыптастыру. Күнделікті жұмысты әріптестермен бірге психологияның негізгі бағыттарын іске асырамын. Жылдық жоспарға сәйкес ағартушылық, диагностикалық кеңес беру, түзете дамушылық бағыттары бойынша жұмыстар атқарамын. Бүгінгі тәрбиеленушім Саминамен жүргізілген жеке түзете дамытушылық жұмыстарында айнаны қолдандым. Айна және оның үстінде ілулі тұрған әртүрлі эмоцияда бейнеленген шарлар арқылы баланың психоэмоционалды күйін жақсартуға болады. Сухой душ, яғни құрғақ душ, мұнда бала жайланып, өзін жеңіл, еркін сезінеді. Құм терапиясы арқылы бала өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық, белсенділік танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және танымдық, психикалық процестерді дамытады. Ол түйсік, есті, зейінді, қиялды, кеңістік түсіністікті, тактилді, кинестетикалық сезімділік пен қолдардың ұсақ моторикасы дамиды және құмды әсемдеу үшін әртүрлі атрибуттар қолдануға болады. Мысалы, ракушка, түрлі түсті тастар, тағы да басқалары. Біздің кабинетіміз бірнеше бөлікке бөлінген. Релаксациялық, мұнда балалармен жеке жұмыстар жүргіземін. Айна, құрғақ душ, құм терапиясы, кинетикалық құм түрлері бар, музыка терапияға арналған колонка және сухой бассейн мен дорожкалардың түрі бар. Әдістемелік бөлік. Бұл бөлікте балаларға, ата-аналарға және педагогтарға арналған әдістемелік материалдар бар. Ата-ана және педагогтармен кеңесуге ыңғайлы диван орналастырылған. Педагог-психологтың жұмыс папкалары, тіркеу журналдары, кітаптар мен журналдар бар. Бұл аймақта балалармен психокоррекциялық жұмысты дамытуға арналған әдіс құралдар бар. Атап айтсақ, логикалық ойлауын, танымдық процестерін, пазл және мозаикалар жиынтығы, ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған ойындар, моншақ және жіп терапиясына арналған құрал саймандар, хромотерапия, төс терапиясы, бизибокс түрлері, түрлі фетр материалдарынан жасалған ойындар бар. Ал ортаңғы зонада балалармен топтық жұмыстар, тренинг ойын жаттығуларын жасау өте ыңғайлы. Мен өз кабинетімді психологиялық қолдау көрсету үшін қажетті барлық аймақтарды ескеруге тырыстым. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.
Гүлдер тобының тәрбиеленушісі Ергенова Раянаның анасы Қатима Қайратовнаға кеңес берілді. Оның бүгінгі таңда мазалаған сұрағы баласын мектеп алды даярлық тобына беру жөнінде кеңес алу болатын. Ата-ана айтылған барлық нұсқаларын саралап, дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамын. Балбөбек ортаңғы топ тәрбиеленушілерімен жүргізілген топтық қимылды ойындар. Ойын барысында балалар өзін еркін сезінеді. Ізденімпаздық, тапқырлық, әрекет байқатады. Дене күші артады, қолы қатайып, денесі шыңдалады. Көз қырағыланады, зеректілігі, тапқырлығы, ынтасы артып, жетіле түседі. Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, сен қою, ерік арқылы түрлі психикалық түйсік пен сезім әлеміне сүңгиді. Қарлығаш мектеп алды тобының тәрбиеленушілерімен жүргізілген әдістеме Керин Ерасик әдістемесі бойынша мектепке дайындықтарын анықтау. Баланың майда, нәзік қимыл әрекеттерінің қалыптасқанын және үйлесімділігін анықтау. Тест 3 тапсырмадан тұрады. Ең бірінші ер адамның суретін салу әдістемесі, екінші әріптерді көшіріп салу әдістемесі, үшінші бір топ нүктелерді көшіріп салу әдістемесі. Тест нәтижесі бойынша балалардың қол қимылдары жақсы дамыған, қаламмен, қағазбен, түрлі түсті қарындаштармен жұмыс істей алады, ойша елестетулері жақсы екендігі анықталды. Адам тәнін дәрігер емдесе, жан психолог маманы емдейді. Сондықтан психолог мамандығын таңдағаныма еш өкінбеймін.